Ассалаумағалейкум. Жұрт айтпаған шындықты біз айтамыз. Студияда сұхбат тайм. Тікелей эфир телефоны 30-34-50. Бүгінгі хабарымыз өңірдің экологиялық проблемалары жөнінде болмақ. Студия қонағы Серік Сағынбаев, Маңғыстау облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы. Серік орынбасарұлы, енді бірінші сұрақ, сіз жетекшілік ететін басқарманың негізгі міндеттері туралы айтып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе? Басқарманың жалпы бағыты бұл экологияны жақсарту, Маңғыстау облысының көптеген іс-шараларын экология байланысты жұмыстар жүргізу. Енді бірінші өзіңізге белгілі, Маңғыстау облысында үлкен проблема бұл қошқарата проблемасы. Қошқарата проблемасы, құм тоқтату проблемасы, сосын суды пайдалану, соған байланысты жұмыстарға көп көңіл бөлеміз. Сосын экологиялық ағарту жұмыстары, жердің таза болу мәселесі, тұрмыстық қатты қалдықтар мәселесі. Көптеген шаралар бар, оны қазір айтып өтеміз деп ойлаймын. Түсінікті. Енді мына сенімді дерек көздерге сүйенсек, мына Түпқараған ауданындағы белгілі бір топ қызыл балықты алып өтеді деген әңгімелер тарайды, жиі айтылады. Осындай деректер тіркелген ба? Жалпы сіздің құзыретіңізде бар ма? Оған жауап бере аласыз ба? Оны қызыл балық туралы біздің басқармаға бұл функцияны 2006 жылдың басында январда берілген. Содан кейін біз балыққа рұқсат береміз, конкурсный комиссияларды өткіземіз, жерлерді бекітіп береміз, балықтарға келісім шарттар жасаймыз. Енді ол бірақ қызыл балықтарды ұстау, браконьерлерді ұстап, сосын ол жұмыс жалпы балық инспекциясы бар бізде, сол айналысады. Ол табиғат қорғау прокуратурасымен бірге, ішкі істер департаменттермен бірге олардың инспекцияның жұмыстары. Біздердікі тек рұқсат беру, келісім шарттарға отыру, жерлерін белгілеп беру. Дегенмен осы функцияны біз 2 жылдан бері алға жүргізіп, үлкен нәтижелер көрсетіп едік, но қазір облыс әкім тапсырмасы, сосын қағаз жүзінде көп тапсырмалар болған. Ол балықтың мәселесі, бірінші ет мәселесі. Сосын ол ауыл шаруашылық мәселесіне бағытталған, сосын бағдарлама болған республикалық тарапынан. Соған байланысты ауыл шаруашылық мәселесі болғасын, бұл функцияны қазір ауыл шаруашылық басқармасына беріп жатыр қайтадан. Енді бір құжаттарын тек рәсімдеу жобалары қаралған, сол құжаттар болғаннан кейін, біткеннен кейін жалпы ауыл шаруашылық басқармасына беріліп жатыр. Қазіргі таңда біздің басқармамен қағаздарын, құжаттарын бәрін қаралып, реттеліп отыр. Сонымен қатар, ал сіз жаңа берген сұрағыңыз бойынша, ол ұстау... Бірақ енді бірлескен операциялар болуы мүмкін, да? Оған қатыспайсыздар ма? Оған қатыса алмаймыз. Біз жергілікті орган болғасын, біздерде ондай функция жоқ. Біз шығып, біреуді ұстау ондай. Енді бұл WhatsApp желісі арқылы келген сұрақ болғасын қойып отырмыз. Енді тағы бір сұрақ WhatsApp желісі арқылы келген, оқып жіберейік. Қазазот бойынша WhatsApp-пен сұрақ келіпті, енді ат жөнін жазбаған екен. Қазазот деген мекеме бар бізде. Мекемеде ауадағы оттегіні арнайы құрылғылар арқылы химиялық қоспалармен өзіне алып, қалған қалдықтарын ауаға таратады деген ақпарат бар. Маңғыстаулықтар мұны жақсы біледі дейді. Бұл қаншалықты зиянды? Мысалы, адамдардың шашы түсіп, жүрегі қысылады, ауа райы бір себеп шығар дейді. Адамдардың ұйқысы қанбайды. Төсекте де қуаты жоқ дейді. Бұған не дер едіңіз? Ол мәселені де біз білеміз, анықтап отырық, бірақ жаңа айтып кеткендей, жергілікті біздің басқарма тарапынан жергілікті атқарушы органда бізде бақылау функциясы жоқ. Бізде департамент экологии деген бар. Ол бөлек мекеме. Ол бөлек мекеме, олар барып тексереді. Біздің облыс әкімінің тапсырмасына байланысты біздер оны бақылап қарап отырық. Сондай фактілер байқалған жағдайда тікелей біздер хат жіберіп, осы шарасын алың деп көптеген жұмыстар жүрген. Олар прокуратураға барып тіркеліп, проверкілерін ашып, өзінің айыппұлдар, штрафтарын салып, шаралар қолданып жатыр.
бірақ байқалғандай ондай үлкен зиян жоқ деп айтып жатыр олардың деректеріне қарағанда. Бірақ тікелей функция сол департамент экологиянікі. Сонымен қатар жаңа прокуратура органдары бар. Прокуратура бәрі. Бірақ жалпы сіз хабардарсыз. Біз хабардармыз, облыс әкімі бізге тапсырма береді, анықтаңыз деп. Бізде тез шара қолданып, сосын бәрін ұйымдастырып не істейміз. Бірақ бізде функция жоқ, тікелей олардың территориясына кіріп, или бақылау, тексеру жұмыстарын жүргізу. Түсінікті, рахмет. Енді мына облыс әкімі Ералы Лұқпанұлын жалпы әрбір тиісті басқарма басшыларына нақты тапсырмалар жүктейді. Соңғы тапсырма бойынша сіздерге қандай міндеттер жүктелген? Қандай жұмыстарды ілгерілету алға қарай? Мүмкін экология төңірегінде проблема көп қой. Шешім таппай жатқан мәселелер бар шығар, сол туралы. Облыс әкімі тапсырмасымен бірнеше тапсырмалар берілген. Ералы Лұқпановичтің өзі көп қазір жұмыстар экология бағытына да көп көңіл бөліп, соның бірін айта кететін болсақ, мысалы біздерде ЮНЕСКО-ның басшылары осында келіп, облыс әкімінің Ералы Лұқпановичпен кездесіп, үлкен жиналыста өткіздік. Бізде үлкен территорияны геопарк ашамыз деген жоспар бар. Сол бойынша қазір үлкен жұмыстар, үлкен топ құрылды. Жалпы геопарк деген бізде ол жұртқа, қарапайым халыққа, маңғыстаулықтарға не береді? Геопарк деген, мысалы, ол көп басқа елді мекендерде, мысалы, шет елдерде геопарк не беретін себебі, ол туризмді дамыту ар жағында мәселе. Ол басқа елдерден адамдар келіп, біздің табиғатымызды көріп, сосын шұбатымызды, ірімшігімізді, жаңа барлық біздің өзіміздің қазақтың тағамдарын жеп, ұлттық тағамдар. Яғни кәсіпкерлікті дамытуға жол ашады, туризм ауылда тұратын кәсіпкерліктерді жолын ашады. Сосын біздің елімізде ескерткіштерді, табиғи сондай жерлерді көрсетеді. Яғни аймақты дамытады, халыққа таныту, шетелдік туристердің. Үлкен қазір топ құрылды, сол қазір енді жиналыстар өткізіп, сосын біздер соның бағыттарын, жолдарын, маршруттар дейді, солардың бәрін көрсетейін деп үлкен шаруа жүріп жатыр. Қазір оның үлкен эксперттерді шақырып жатыр, үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол тек Қазақстан геопарк деген дүние жүзінде көп дамыған, ол Қытайда, Бразилияда, Европада үлкен жерлер көрсетілген. Қазақстанда, ТМД елдерінде онда әлі геопарк ашылған жоқ. Ол өте пайдалы, туризмге де, экономиканы бағыттауға. Бүкіл басқа елде отырған адамдар қазір өзінің компьютерін ашып айтады, мен қайда барғым келеді, мысалы, жабайы туризм бар, анандай туризм, соның бәрін қарайды да, сосын айтады, мен Қазақстанға барып осындай көргім келеді деген, бізде әдемі жерлер бар. Соған дамайды. Сосын ауылдық жерде тұратын елді мекендер, олар да пайдасын көреді, оларға да жақсы туризм дамайды соның арқасында. Түсінікті, рахмет. Енді өңірде қанша ерекше қорғалатын табиғи аймақтар бар? Енді олардың саны нақты бір мысалдар келтіріп кетсеңіз. Біздің облысымызда 12 ерекше қорғалатын табиғи аймақ бар. Аймақ ол бірінші. Яғни мемлекет бақылауында. Мемлекет бақылауында. Соның ішінде 7 жергілікті атқарушы органның балансында, құзыретінде, қалғандары республикада. Онда өзіңіз білесіңіз, Үстірт бар, Бозашы бар, Қаракөл бар, біздің жергіліктікінде 7 бар. Соның Қызылсай деген, Қызылсай мемлекеттік табиғи паркі бар. Сода соның 7 ерекше қорғалатын аймағы соларға қарайды. Олардың бәрі облыс әкімдігіне бағынады. Сол көптеген жерлер қорғалып жатыр. Мысалы айтатын болсақ, Жабайшқан бар, Тасорпа бар, Манашы бар, Көлеңкелі, Есет. Осы облыста көптеген жерлер бар. Соның барлығында қазір қорғалудың жақсы қорғалғасын бізде қазір аң саны көбейіп жатыр. Оны Охотзоопром деген республикалық мемлекеттік мекеме бар. Ол республика қарайтын. Олар санақ жасады. Келіп, осында вертолеттармен ұшып, сонда соңғы жылдардың бәрін есептеп, олар айтты, біздерде аңның саны көбейіп келе жатыр. Арқарды да, киік, қарақұйрық бәрі көбейіп келе жатыр. Сол оның бәрі ерекше қорғалатын табиғи аймақтарды құрған пайдасы болып тұр. Қазір браконьерлер, мысалы, жай адамдар бос уақытында барып, баяғыда барып аң ататын. Енді тектен-тек аң атуға болмайды. Оған арнайы аң ататын жерлер бар, оған рұқсат алу керек.
рұқсатын оның алып, яғни белгілі тәртіптері бар. Сосын оған өзінің квота мен лимиттері бар. Оны тектен тек барып аңатуға болады. Өзінің учаскесінде рұқсатын алып, сосын үкіметке қаражатын төлеп, сосын аңатуға болады. Аңның көп жүретін жерлерінде біздер ерекше қорғалатын табиғи аймақты құрып, сол жерлерді біз қорғап отырмыз. Оның жақсы нәтиже беріп келе жатыр. Түсінікті. Енді қазір мына облыс әкімінің, президенттің де жалпы мына үкіметке, сонымен қатар жергілікті атқарушы органдардың алдына қойған бір тапсырмасы бар. Ол жаңа туризмді дамыту. Яғни туризмді дамыту бағытында ол енді ерекше қорғалатын аймақтар, бірақ олар жабық емес қой. Кез келген турист барып, оның ішінде рұқсат берілген, солай ма? Туристер кіріп, арқайын өздерінің көретін жерлерін ал енді қызығушылық қандай? Бізде бар ма жалпы? Келіп жатқандар бар ма? Қай елдерден келеді көбіне? Қазіргі таңда мына үстіртке көп адамдар барып, әдемі әсем жерлерін көріп жатыр. Қызылсайдың территориясында да туристер келіп, көбінесе Россиядан келеді. Арғы шет елдерден, енді Еуропа елдерінен келеді, бірақ азғантай біз ол үшін жаңа геопаркты құрып, біздер бұл жерге жақсы маршрут жасап, бір жағдай жасау керекпіз. Адамдар келгенде бір жерге барып, тамақтану керек, жататын жерлері болу керек. Соның қазір яғни мына геопарк мәселесі шешілгеннен кейін бұл мәселе түбегейлі шешіледі деуге болады. Шешіледі деп айтуға болады. Істеріңіз сәттілік. Енді WhatsApp желісі арқылы тағы бір сұрақ келген екен. Сіздің басқармада жемқорлық фактісі бойынша ұсталған тұлғалар бар ма дейді. Енді ол жемқорлықпен күрес қазір енді барлық жерде кең көлемде жүргізіліп жатыр ғой. Сіздің басқармада сіздің жалпы түсіндіру жұмыстары қалай, фактілер бар ма тіркелген? Біздерде осы басқарма басшысы болғалы, біздің басқармада ондай фактілер болған жоқ. Біз әрдайым сондай группа құрылған белгілі, біз өздеріміз қатысамыз, постоянно жүреміз. Сосын басқарманың ішіне келіп, әр уақытта сондай жиналыстар өткізіп, жемқорлыққа қарсы шараларын аламыз. Түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Сосын мекемелер шақырып, барлық үлкен көлемде бәрін түсіндіру, бәрін айтып, жағдайларын жасап, адамдардың іштегі қызметкерлеріне апта сайын жақсы түсіндіріп айтамыз. Түсінікті. Яғни қазір дерек жоқ ондай? Дерек қазір жоқ. Енді болмай-ақ та қойсын. Түсінікті, рахмет. Енді тағы бір сұрақ WhatsApp желісі арқылы келді. Ассалаумағалейкум дейді. Асхат есімді тұрғын, қала тұрғыны. Үстірт қорығы не болып жатыр? Сол жақтан газ кен орны ашылатын болды ма дейді. Ол үстіртте үлкен мәселе болды. Кезінде өзіңізге белгілі, ол біздерде үкіметтік емес мекемелер соларды айтып, ол қарсылығын білдірген, ол ар жағында сондай ұсыныс болып, газ орнын кезінде қаралған, табылған. Сосын облыс әкімінің тапсырмасымен комиссия құрылды. Комиссияның төрағасы облыс әкімінің орынбасары, комиссияның мүшесінде барлық мекемелер бар, қатысты үкіметтік емес мекемелер бар. Ол Алматының, Астананың білікті үкіметтік емес мекемелер тартылып комиссия. Сол комиссия құрып, сол кездерде 3 отырыс болған. Сол кезде комиссияның шешімімен айтқан газ кен орны ол үстірттің территориясында емес, ол үстірттен әрі керекте тегістікте орналасқан деп, ол табиғатқа зияны жоқ деген шешім қабылдаған. Яғни қорытынды бар. Қорытынды бар. Ол хаттамамен бәрін толтырып, сосын бәріне түсіндіріп айтқан. Ол біздерге зиян келмейді деген. Оның екінші жағы біздің облысымызға өзіңізге белгілі қазір газ проблемасы бар. Ол газды өндіріп халыққа берсе өте пайдалы деп есептеп отыр жалпы комиссия мүшесімен. Ол газды қазір переработка жасап, оны машинаға да, автокөліктерге де сондай ұсыныстар түсіп жатыр, ауыстырып, автокөлікке қоюға болады деген. Газге қазір үлкен сұраныс бар, ол барлық жерде пайдалануға болады газды. Газдан әртүрлі материалдар, әртүрлі заттар шығаруға болады. Көптеген зат шығаруға болады газбен, ол жердің запасы өте үлкен деп болжам жасап отыр. Қансу мекемесі, ол ар жағында үкіметтің мекемесі, ол біздің елге әлеуметтік жағдайына да жұмыспен қамту жағына да экономикалық тұрғыдан алғанда пайдасы болады деп отыр. Ал енді өзіңізге белгілі шығар деп ойлаймын, ол барлық шет елдерде де газдың
газды сол пайдаланғанда ол ешқандай зияны жоқ деп айтып жатыр. Оны интернеттің желісінен де қарасаңыз, газда тек үлкен қондырғы болмайды, тек труба арқылы. Яғни әлемдік тәжірибеге сүйене отырып жасалған. Ол ешқандай зияны болмайды. Ода қатты ондай дауыс та болмайды, ол тек кішкентай. Түсінікті, рахмет. Серік Орынбасарұлы, енді тағы бір сұрақ, облыста қанша аңшылық алқаптар бар? Облыста аңмен айналысатын, енді жаңа айтып кеттім, аңмен айналысатын. Ол жаңағыдай орман және балық инспекция деген бар, солар өздері бекітеді. Қазір мен айтайын дегенім, мен білетін 9 аңшылық алқап бар. Ол жерлерге шығу үшін тек қана аң, балықтарды реттейтін мекеме ол орман және балық инспекциясы. Ол бөлек мекеме, солармен жұмыс жасайды. Біздер аңмен, немен түсінікті. Тікелей яғни функцияда жоқ дейсіз ғой? Тікелей функцияда жоқ, біздер оған араласа алмаймыз. Түсінікті. Енді Серік Орынбасарұлы, тағы бір өзекті мәселе, көп жылдар бойы айтылып келе жатқан, енді Қошқар ата қалдық қоймасының маңындағы экологиялық жағдайды тұрақтандыру бойынша қандай жұмыстар жүргізілуде? Қошқар атаны көп жылдар айтып келе жатыр. Ол Қошқар ата бойынша көптеген жұмыстар жүргізілді, зерттеуде жұмыстар жүргізілді. Осы 2014 жылы техник-экономикалық негіздеме жасалып, ол 2015 жылы үкіметпен бекітіліп, мемлекеттік сараптамасын алды. Одан кейін техник-экономикалық негіздеменің арқасында сосын проектно-сметная документация дейміз ғой, жобалық сметалық құжаттамасын жасақталып, ол да бәрін бекітіп, қазір сараптамасын өткізіп, энергетика министрлігіне құжаттардың бәрі тапсырылды. Ол энергетика министрлігінен құжаттар қаржы министрлігіне бюджеттік өтініммен жолданған болатын. Бюджеттік өтінімге кіргізуде өте үлкен мәселе, соны кіргізіп, қазір қаржы министрлігінде қаралып жатыр. Жобаның құны 17,5 миллиард. Ол үлкен жоба. Біздің Совет безопасностьде ол мәселе көтеріліп, қауіпсіздік кеңесте көтеріліп, қолдауын тапты. Енді тек қаржыландыру мәселесі қалды. Біз облыс әкімінің тапсырмасымен, ол Ералы Лұқпанұлы өзі тікелей жүріп, өзі тапсырмасын беріп, барлық ары қарай жүргізген. Яғни қазіргі мына жұмыстар бақылауда дейсіз? Иә, бақылауда тұр. Өзі айналысып, көптеген өзінің көмегін көрсеткен. Соған байланысты осы Ералы Лұқпанға көп рахмет. Енді біздер күтіп отыр, қаржыландыру мәселесі шешілетін болады деп есептеп отыр. Сонымен қатар ол кездерде Қошқар атаның төңірегіндегі құрт құмырсқа, тышқандар, көгалдандар бәрін зерттеу жұмыстарын, ол Алматыдағы Әл-Фараби институтының өзі зерттеу жұмыстарын жүргізді. Сосын жақын елді мекендерде адамдардың халыққа қандай, азаматтарға қандай әсері бар екенін жүргізіп, өзінің қорытындыларын берді. Рахмет. Енді тағы бір мәселе, шөлейттену мәселесі бар. Енді облыста құм басуға қарсы қандай шаралар қолданылып жатыр? Енді жаңа өзіңіз сөздің басыңызда айтып кеттіңіз. Енді сол туралы айтып өтсеңіз, қысқаша. Құммен күресу, ол осы өткен ғасырдың ортасында бізде үлкен жұмыстар жүргізіп, мына жерасты суларын, сосын малды келген жерге жайып, сосын ағаштардың бәрін отынға сегенен біздер деградация жүріп, шөлейттеуге құмның бәрі бұзылып, жер шөлейттеуге ауысып, елді мекендерге көшпелі құмдар жүріп бастады. Сосын көптеген 2004 жылы үлкен жұмыстар басталып, ол география институты, Түркменстандағы институт опустынивание деген институттармен бірлесіп, үлкен жобаны Сенек елді мекенде бастап көрген. Ол жақсы нәтижесін беріп, үлкен сол жерде Жасыл әлем деген мекеме құрылып, мемлекеттік мекемесі құрылып, құм тоқтату жұмыстарын жүргізді. Содан бері Сенектің төңірегінде үлкен жасыл аймақ пайда болды. Құм тоқтатуды, құмды елді мекенге жүруді тоқтатты деп айтуға болады. Оны деген жергілікті халық өзі көріп, сондай жұмыстар
Үштағанда басталды 2007 жыл. Тұшығдықта Жалпы бағытымен бағытымен жүрді. Қазір Шебірде осы жақын арада 16-да бастадық, сондай құм тоқтату жұмыстарын. Ол өзінің жақсы нәтижелерін беріп, басқа осы Маңғыстау ауданының басқа елді мекендерде көптеген ұсыныстар түсіп отыр. Түсінікті. Енді Серік Орынбасарұлы, бізге берілген уақыт осымен тамам. Енді сіздің жұмысыңызға табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, студия қонағы Серік мырза болды. Енді сәттілік жұмысыңызға. Құрметті телекөрермендер, осымен эфир уақыты тамам. Енді аман саулықта жүздескенше.